Сәлем достар, бүгінгі тыңдайтын ертегілерің ит неліктен ырылдайды? Бұрынғы заманда бір байдың бір ит, бір мысығы бар екен. Иті кәрі, мысығы жас екен. Күндердің бірінде әлгі бай ит пен мысыққа жұмыс тапсырыпты. Ол, екеулерің ана ауылдағы қызыма мына алтын жүзікті апарып келіңдер. Мысық, сен жүзікті алып жүр. Ит саған жол бастасын, сақтанып жүріңдер, жүзікті жоғалтып қоймаңдар, дейді. Олар жолға шығып, жарым жолға келгенде алдыларынан бір өзен кез болады. Өзенде көпір жоқ екен. Содан олар өзенді малтып өтпек болады. Мысықтың малтуға онша шебер емес екенін білген ит жүзікке алаңдап: «Ей мысық, өзеннен өткенше жүзікті маған бер, сен жоғалтып аласың», дейді. «Болмайды», дейді мысық. «Қожайын маған жүзікті сен алып жүр деген, саған бере алмаймын». «Мен саған қарағанда мұқияттаумын. Өзеннен өткенше жүзікті маған бер, аузыма салып алайын. Өзеннен өткен соң өзіңе беремін», дейді ит. Ақыры мысық жүзікті итке береді. Олар өзеннің ортасына барғанда ит: «Ойбай, жүзік аузымнан түсіп кетті», дейді. «Енді қайттық», дейді мысық. Сонымен иттердің барлығын әлгі кәрі итті ұстап келу үшін жан-жақтан іздеуге аттандырады. Олар талай тау тасты басып, өзен тоғайды аралап, алыс жақындағы қаланың барлығына барады. Алайда әлгі итті еш жерден таба алмайды. Күні бүгінге дейін иттер алтын жүзікті сол итті таба алмапты. Сол үшін қазір де иттер бірін-бірі көріп кездесе қалғанда: «Байдың алтын жүзігін жоғалтқан ит емес, сенбесең қарап көр, тісім сау», деп тістерін ақситып ырылдап қояды екен. Балалар, иттердің неге ырылдайтыны түсінікті болды, я? Ертегі ұнап жатыр ма? Ал мен сендерге келесі ертегіні дайындауға кірісемін.